құрметті балалар жазушысы Сұлтан Қалиұлының ғажайып тас ертегісі. Ертеде бақ мүйісінде бір қария мекендепті. Әртүрлі кәсіптен өз отбасын асырады. Бірде әже қатты сырқаттанып, қария айналасындағы тәуіптерге апарғанмен, қаратқанмен, әжейдің дертінен дауа таба алмады. Әбден ауруы асқынған әжей өзінің енді айықпасына көзі жетіп, атайға баласынан қалған кішкентай немерелеріне бас көз болуды тапсырады. Көп ұзамай шілденің ақпанында әжей қайтыс болады. Атай әбден балдарды ойлап, шаршайды, қажиды, сақалын жас жуып, еш нәрседен бейхабар ойнап отырған балаларға жылдам-жылдам қарап қояды. Осы балаларды қалай ер жеткіземін деген ой мазалайды. Баласы мен келіннен ерте айырған дағдыға малынады. Атай қос немересін көршісіне қалдырып, ертемен әжейдің зиратына барып, дұға оқымақ болады. Екі көзден жасы төгіліп, қорымға да жетеді. Бір кезде көзі бір ерекше жарық шығарып жатқан тасқа түседі. Көзді қарап қойды. Атай бұл тастың ерекше ғажайып тас екенін ұғады. Ертеде аңшылардың осындай тастан қорғасын тартатын еді. Қолына алып, аударып көріп еді, жолына жарық түсті. Әжеге Құран бағыштап оқып отырғанда бір дауыс шықты. Бір нәрсе қараң етті. Қорқыныш ұялап, маңдайынан тер шықты. Асты бұрып, жарыққа сол жаққа түседі. Қараса, қытырлап жатқан көк дөненді жылқы сауырына сом шығып, қор қалды жатыр. Қасына келіп, жарасын шөппен сипап көреді. Жарасына тастың сәулесін түсіріп еді, ғажап, жарасының орны да қалмай жазылды. Атай үйіне жылқымен оралды. Тастың сырын ұққан Атай ауырып ем іздеген адамдарды тегін емдеп, ел алғысына келеді. Ешбір хақ алмайды. Қартайғанда қарияның арманы орындала басталады. Бір күні қарияға қарны іскен залым бай келді. Қыли көзінен ішіп жеп көрейін, күшім дегендей қарияға тезіліп қарап жатыр. Қария қораптағы қорғасынды шығарып, сәулесіне ауырған жерін түсіреді. Ауруынан айтқан бай қарияның еңбегіне ділдә ұсынады. Арам ойға бой алдырған бай осы тасты иемденіп, байлыққа кенелуді ойлап зұлымдыққа көшеді. Ол түнде ел ұйықтағанда, ұрланып келіп, ұйқыда жатқан Атайға қанжарын сұғады. Залым бай тасты ішіне тығып алып, айдың көргенін өтеді. Қайыққа мініп, арғы бетке өтпек болады. Көкірегін қуаныш кернейді. Бір кезде тастың сәулесі шамадан түсті ме? Бай есімін танып, айдың түнге құлайды. Емші Атайды көрген халық қатты қайғырады. Елді, жерді, бар аймақты мұң басты. Қайғы жұтқан жұрт қарияны қайғырып, аруланып жерлейді. Жұрт әлі ғажайып тастың қайда екенін білмейді. Ал Атайдың ұрпақтары сол тасты әлі іздеп жүруде. Жас бітірушілер, мен сіздерді номер 2 қалалық